Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. 5 минутта дайын болатын пицца рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 2 ас қасық сметанды салып, үстіне 2 жұмыртқаны қосып, және жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың үстіне 4 ас қасық күріш ұнын қосып араластырамыз. Достар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Табамызды қыздырып аламыз və үстіне күріш майымен майлаймыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған табамызға құйып, қақпағын жауып, жаяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Үстіне кетчупты жағып шығамыз. Помидормен сәндеп, бетіне сыр сеуіп, қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа қоямыз. Өте дәмді пиццамыз дайын болды.